әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс. Сәлем достар, эфирде жасақ бағдарламасы, студияда мен Олжан Мұханбек. Соңғы аптада әлемді ядролық қару тақырыбы қайта алаңдата бастады. ақш пен Ресей ядролық қаруды сынау мәселесінде бір-біріне қыр көрсете бастағандай. Қырғиқабақ соғыстан кейін бәсеңдеген қарулану жарысы енді қайта күшіне ене ме? Қазақстанға қайтпек керек. Осы және өзге де сұрақтарды бүгін саясаттанушы Нұргелді Абдығани мырзамен талқылап өтетін боламыз. Нұргелді мырза, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Қайырлы күн. Достар, эфирдің сілтемесін достарыңызға, таныстарыңызға жіберіп отырыңыздар. Сондай-ақ қазақша контенттің дамыған қаласаңыздар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы, Нұргелді мырза, сіз дайын болсаңыз, біз сұхбатты бастайық. Жақсы. Бірінші сұрағымыз, 5 қарашада Трамп өзге державалар өз бағдарламаларын сынақтан өткізіп жатқанда, бізде ядролық қаруымызды сынауға дайындаламыз деп айтты. Оған дейін де 31 қазан күні Қытайда, Ресейде ядролық қаруды сынап жатыр, бізде сынаймыз деген болатын. Ресей жағы да үнсіз қалмады. Трамптың мәлімдемесінен соң Мәскеу ядролық сынақтардың тиімділігін қайта зерттеу қажеттігін атап өтті. Соңғы уақыттары екі ел басшылары енді әзілдеп те, астарлап та, ашықта, неге осы ядролық қаруды жиі айта кетті? Сөз ақш пен Ресей арасындағы ядролық қана емес, жалпы геосаяси байланыстар соңғы апталарда, соңғы айларда өзінің бір конфронтациялық шегіне жетті десек болады. Оның ең жарқын мысалы қос мемлекеттің өзінде бар ядролық қару түрлерінің сынақтан өткізуі және ақш және Ресей президенттерінің ядролық қаруды, оны тарату, оны қолдануға қатысты айтқан даулы және бір-біріне сигнал болатын, бір-бірінің тамырын басуға бағытталған даулы мәлімдемелері. Сөзсіз соңғы жылдар, әсіресе осы Ресейдің Украинаға қарсы басқыншылық соғысы созылып келіп 4-ші жылға таяған кезеңде әлемде ядролық қақтығыстың бір болжалды сұлбасы қалыптаса бастады. Және оны қалыптастырған Ресей, өйткені ядролық құқай, ядролық болса, Ресей саяси басшылығы, әскери саяси басшылығы тарапынан соңғы жылдары өткір және жиі айтыла бастады. Бұған жауап ретінде ақш президенті де арнайы Пентагонға тапсырма берді. Жаңағы өзінде бар ядролық қаруды, зымыран тасығышты континентаралық сынақтан өткізуге тапсырма берді және ол сынақтан сәтті өткізілді. Сондықтан соңғы уақыттары бұндай ядролық бопсалар бір-бірінің тамырын басуға емес, бір-бірінің келісімге, келіссөзге мәжбүрлеудің бір құралына айналды десек болады. Әсіресе ақш тарапынан осы ядролық риторика қашан күшейе бастады. Хронологиясына қарайтын болсақ, Ресей Украинадағы соғысты майдан сызығында тоқтатудан, аяқтаудан бас тартқан кезеңнен басталды. Содан бастап ақш тарапынан қатқыл ядролық әңгімелер айтыла бастады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта ақш пен Ресейдің арасындағы осы ядролық бопса айтысы бұл бір-бірін келіссөзге мәжбүрлеудің бір тәсілі десек болады. Келесі сұрақ, осы Ресей қазан айының соңында ядролық оқтұмсығы бар буревестник зымыраны мен Посейдон суасты ядролық қаруын сынақтан өткізді. Дмитрий Песков бұл қаруларды әлемде ешкімде жоқ жоғары технологиялар деп бағалаған екен. Бұл қаруларды шынымен де теңдессіз деуге келе ме? Ресей тарапы өзі сынақтан өткізген буревестник жаңағы зымыранын және Посейдон суасты ядролық қаруын әлемде теңі жоқ, теңдессіз қару түрі деп мақтады. Біз бұл ядролық қаруларға Ресейдегі тек қана бір ғана жағдаймен баға бере аламыз, бір ғана сипаттамамен. Ол Ресейдің әскери саяси басшылығы айтқан мәлімдемелері мен сипаттамаларға қарап қана. Бұл сөз жүзіндегі жаңағы әңгімелер, іс жүзінде біз аталған зымыран түрлерінің
қаншалықты қуатқа ие екендігін айта алмаймыз. Иә, Ресей тарапы жаңағы буревестникті ұшырған сәтті көрсеткенмен оның нысанаға тиген сәтін көрсеткен жоқ. Оның шын мәнісіндегі қауқары қандай екенін біле алмаймыз. Оның үсті Ресей өткізген ядролық сынақты, жаңа қарудың сынағы да, ақш өткізген ядролық қарудың сынағы да бұл құру зымыран тасығыштардың сынағы десек болады. Өйткені екі тарапта өздерінің жаңағы қаруларына ядролық оқтұмсық салған жоқ. Сондықтан олардың ядролық оқтұмсығы қаншалықты қуатқа ие екендігі, оның қаншалықты реактивті екендігі, қаншалықты жойғыш қуаты бар екендігін біз нақты айта алмаймыз. Иә, сол себепті де Ресей тарапы айтқан сипаттамаларға, характеристикаға қарап қана, соның ішінде жаңағы аталған зымырандардың жаңағы ұшу жылдамдығына, турбореактивті қозғалтқышқа ие екендігіне, жаңағы қаншалықты көлемде ядролық оқтұмсық алып ұша алатынына қатысты ресми сипаттамаларына қарап қана баға айта аламыз. Ал ол сипаттамалар реалды жағдайда, шын ұрыс жағдайында өзін қалай көрсететінін ешкім болжап айта алмайды. Иә, жақсы айта кеттіңіз, Нұргелді мырза. Шын ұрыс жағдайында өздерінің жаңағы нақты көрсете алмайды деп өздерінің деңгейін. Осыған қатысты осы ядролық энергетикамен айналысатын халықаралық нуклея ұйымы буревестник зымыранының беделіне сіз сияқты күмән келтіріп отыр екен. 2016 жылдан 2024 жылға дейін бұл зымыранның 13 сынағы өткізілген, олардың тек екеуі ғана ішінара сәтті аяқталған екен. Ал 2019 жылы кезекті сынақ кезінде 7 адам қаза тапқан. ақш мемлекеттік департаментінің бұрынғы шенеунігі Томас Кантримен бұл зымыранды ұшатын ақымақ Чернобыль қаруы, ол басқа елдерге қарағанда Ресейдің өзіне көбірек қауіп төндіреді деп атап өтті. Осы мәлімдемелерге қарай отырып, Путиннің осы теңдессіз қарулары Ресей қауіпсіздігінің ұзақ мерзімді кепілі бола алмайды, сіздің ойыңызша? Біріншіден, жаңағы Ресейдегі ядролық қарулардың қуаттылығына және олардың сипаттамасына аз кем тоқтала кетсек, соның өзі сіздің қойған сұраққа жауап болады. Біріншіден, буревестник бұл әуедегі зымыран болса, Посейдон бұл судағы зымыран, субмарин мен жаңағы торпеданың қосындысы секілді қару түрі ғой. Бұл Ресейдің ядролық триадасына кіретін қару түрлері. Десе де, буревестникті осыған дейін Ресей 14 мәрте сынақтан өткізсе, соның 11-інде сәтсіздікке ұшыраған. Яғни тек 3 мәрте жартылай сәтті деп айтсақ болады. Өйткені жаңағы айтқанымыздай ядролық оқтұмсықсыз ұшырылған зымыран бұлар. Сондықтан оның өзін, сәтті операцияның өзін, сәтті сынақтың өзін біз жартылай сынақ деп бағалаймыз. Яғни соның өзі үшеу ғана. Эффектив коэффициенті жағынан алсаңыз, бұл Ресей өткізген осы 14 ядролық қару сынағының 75%-ның сәтсіздікке ұшырағанын көріп отырмыз. Буревестникті Ресей көбіне жаңа жер полигонында сынақтан өткізіп жатады. Осы ең соңғы сынақтарының бірі, жартылай сәтті өткен сынақтардың бірі болды. Десе де, бұл ядролық қару түрлері бүгінгі Ресейдің өзіне жаңағы 100% қауіпсіздік кепілдігі бола ала ма, бола алмай ма, оны уақыт көрсетеді біріншіден. Екіншіден, шын ұрыс жағдайында буревестниктің тұмсығына жаңағы оқтұмсық тіркелген жағдайда ол қандай жаңағы сол шахтадан ұшпай жатып, сол жерде жарылса, жарылуы да әбден мүмкін. Сондықтан оның өзіне де қауіптілік деңгейі жоғары екендігін жаңағы сынақтардың коэффициентіне қарап айта аламыз. Ал нақтысы сол, сынақтардың 75% сәтсіз өткен. Осының өзі ол қарулардың болашақтағы қолданыстағы қауқарының қай деңгейде екендігін айтып тұр. Енді Ресейге жауап ретінде ақш өзінің жаңағы 1970 жылдан бері келе жатқан минутымен 3 зымыранын сынақтан өткізе бастады. Осы алдағы аптада, өткен аптада. Бұл зымыранды Путиннің теңдес қаруларымен салыстыруға келе ме? ақш зымыранын? Біріншіден салыстыруға келмейді. Неге? Өйткені ақш өткізген зымыранды жаңағы әңгімеміздің басына қайта ораламыз. Біз Ресей өткізген зымыран сынағының
немен аяқталғанын білмейміз ғой. Біз ұшырылған сәтін білеміз, бірақ оның нақты нәтижесі қандай екендігін көрген жоқпыз. Ал оған жауап ретінде жаңағы ақш өткізген жаңағы минутымен 3 континентаралық зымыранның сынағын біз нақты нәтижесімен білеміз. Оның қалай ұшырылғандығы және нысанаға қалай тигендігі. 6-да 7 шақырымдық нысанаға тиіп өзінің тиімділігін көрсетті. Және бір салыстырмалы түрде айта кетуіміз керек. Бұл минутмен 3 бұл ақштағы ең ескі зымырандардың бірі. Бұл 50 жыл бұрынғы зымыран. 50 жыл бұрынғы зымыран. Және бұл ақштағы шахталық зымыранның жалғыз түрі. Бірақ ескі қару. Қазір ақштың ядролық осы бағдарламасына айтарлықтай өзгерістер енгізілуде. ақш бұған балама қаруларды жасап шығару және қолданысқа енгізу бойынша нақты шешімдер қабылдады. Оның ішінде жаңа зымырандарды жасау, осы қолданыста бар өзінің эффективтілігін дәлелдеген зымырандарды модернизациялау және атомды суасты кемелерінен ұшырылатын зымырандарды жасап шығару бойынша нақты шешімдер қабылдап отыр. Бұл жағынан алғанда ақштың бәсі басым. Ал Ресей, толықтыру ретінде, ал Ресей шынайы ұрыс жағдайына келгенде, жаңағы әлемге әйдік мақтаған Буравесник пен Посейдонға бәстіге алмайды. Олар сынақтарын сәтсіз өткізген зымыран ядролық қару түрлері. Менің субъективті пікірімше, егер шынайы қақтығыс жағдайына келетін болса, Ресей Буравесник пен Посейдонға бәстікпейді. Ресейдің ядролық триадасында өзге де потенциалды қарулар бар, және өзінің эффективтілігін көрсеткен қарулар бар. Олар жаңағы континентаралық, құрлықаралық баллистикалық зымырандар, соның ішінде қазір Ресейдің қолданысында бар Искандер 3000 шақырымға дейінгі жаңағы соққы жасауға арналған. Меніңше шынайы ұрыс жағдайында Ресей осы қару түрлеріне бәстігуі мүмкін. Ал жаңағы көп мақтаған әлемде теңдесі жоқ деген Буравесник пен Посейдон оның шын мәнісінде қандай қуатқа ие екендігін біз түгілі Ресейдің де нақты жоғарғы саяси басшылығы дұрыс бағалай алмай отыр дей аламыз, өйткені білмейміз. Тіпті дұрыс бағалап отқан да шығар, бірақ оның нәтижелері әлем үшін құпия. Әлем жоғарыда айтқанымдай ресми мәлімдемелермен, Кремль тарапынан жасалған ресми мәлімдемелермен жаңағы қару түрлерінің сипаттамаларына қарап қана баға бере алады. Ал Ресей оның нақты нәтижелерін құпия ұстап отыр. Стратегиялық қару, стратегиялық құпия. Сондықтан ал салыстырмалы түрде ақштың сынағы әлде қайда жоғары сәтті нәтижелі болды дей аламыз. Келесі сұрамыз, осы жақында Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров ақш, Оңтүстік Корея және Жапония мен олардың аумағында ядролық қару орналастыру мүмкіндігі жөнінде байланыс орнатып отыр. Бұл өте қауіпті ойын деп мәлімдеген екен. Егер де бұл шынымен де рас болса, Ресей қандай шара қолданбақ? Ресейдің бұл мәселеде маневр алаңы тар деп айта аламыз. Неге? Өйткені мүмкіндігі шектеулі. Біз қазір білеміз, ақштың ядролық қару түрлері жалғыз ақш емес, ақштан тыста географиялық аумақтарда орналасқан. Соның бір ғана мысалы ол Еуропада. Ал Ресейдің ядролық қарулары қаяқта бар? Жалғыз ғана Белоруссияға ядролық қару жібергенін білеміз. Ал алдағы уақытта ақш жаңағы айтқан Жапония мен Оңтүстік Кореядан бөлек Еуропа аумағындағы Польшаға өзінің ядролық қаруларын әкелуге ниетті екендігін, осы бағытта келіссөздер жүріп жатқанын білеміз. Ал бұндай жағдайда Ресей не істемек? Маневр аясы кең, бірақ бұл жағдайда Ресейдің бір жолы бар. Бұл оңтүстік шығыс Азияға қарай бұру. Өзінің ядролық
қаруларын осы бағытқа қарай бұру. Атап айтқанда Курилге, Сахалинге қарай сояқтағы жаңағы шахталарға өзінің ядролық қаруларын көптеп орналастыру, өйткені ақш-тың әсіресе оңтүстік шығыс Азия аумағына жаңа айтқан Жапония мен оңтүстік Кореяге ядролық қару орналастыру туралы мәлімдемелері Ресейді осы оңтүстік шығыс Азия бағытына қарай бұрылуға, Курилге, Сахалинге қарай ядролық арсеналын орналастыруға мәжбүрлейді. Онсыз да біз қазір білетін бір факті, бұл Ресейдің ядролық шахталарының дені осы қиыр шығыста орналасқан. Сондықтан Ресейді осындай қадамдарға мәжбүрлейді. Ал бірақ Европа аумағында Ресейдің маневр аясы өте тар. Келесі сұраққа жаңағы біз енді Украина Будапешт келісімі арасында жаңағы ядролық қарудан бас тартқан білеміз, Будапешт келісімі аясында. Осы The Times басылымы, британдық басылым, ақш егер Украинаға әскери көмекті тоқтатса, Украина бірнеше айдың ішінде атом бомбасын жасап шығара алады деп жазған екен. Авторлардың айтуынша, украиналық мамандар 1945 жылы ақштың Жапонияның Нагасаки қаласына тастаған семіз бомбасына ұқсас бомба жасай алады деген екен. Украина билігі әрине бұны жоққа шығарды. Дегенмен де сіздің ойыңызша Украина қауқарлы ма осындай бір атом бомбасын ойлап табуға? Әлбетте қауқарлы. Біріншіден, Украинаның жеке ядролық қаруын жасап шығару туралы әңгіме, ол күні кеше ғана Таймс басылымы жазған мақалада көтеріліп отқан жоқ. Ол осыған дейін де бірнеше мәрте көтерілді. Әсіресе Ресейдің Украинаға қарсы басқыншылық соғысы басталғаннан кейін жаһандық геосаясатта алпауыттар мен гегемондар берген қауіпсіздік кепілдігінің мүлде іске аспайтынына көз жеткеннен кейін Украина өзінің ядролық потенциалын дамытуға ниетті екендігін білдірді. Жалғыз Украина емес, Европа аумағында, Польшада осы бағыттағы риторикалар мен мәлімдемелерді жиілете бастады. Әлбетте, Украина өзінің ядролық қаруын жасап шығаруға қауқарлы, потенциалы бар. Және осы ядролық қаруды Украина өз алдына дербес жасап шығара алады деген әңгіме теорияда әбден мүмкін нәрсе. Теорияда. Өйткені Украинаның уран байыту мүмкіндігі бар ма? Бар. Украинаның уран қазып алу мүмкіндігі бар ма? Бар. Украинада сирек металдар қоры бар ма? Бар. Украинада ядролық оқтұмсықтарды алып ұшатын F-16 секілді заманауи ақштың қаруы бар ма ұшағы? Бар. Келді. Яғни теориядан алғанда бұл әбден мүмкін нәрсе. Ал практикада және де Украинаның өзінің дербес ядролық бағдарламасы, ядролық зымыран жасау бағдарламасы практикада Украина үшін өте тиімсіз дей аламын. Бір, ядролық қару зымыран жасау бағдарламасы өте қымбат. Бұл миллиардтаған долларды қажет ететін жоба. Ал дәл қазіргі уақытта Украинаның мысалы Фламинго дейтін зымырандық бағдарламасы бар, өзінің зымырандық бағдарламасы. Украина қазір осы Фламинго бағдарламасына, зымырандық бағдарламасына қаржы тарту мәселесінде айтарлықтай кедергілерге тап келуде. Бұл қаржылық мәселесінен. Және бұның соғыс шеңберінде де өзінің айтарлықтай кедергілері бар. Мысалы, егер Украина белгілі бір уақыттың ішінде өзінің ядролық зымыранын жасаған күннің өзі, бұл Украина майданының сипатын мүлде өзгертіп жібереді. Бұндай жағдайда ескерту ретінде Ресей Украина аумағына ядролық соққы жасау әбден мүмкін. Бұл қазіргі уақытта 4 жылға жуық шиеленісіп тұрған Украина майданын мүлде жаңа сипатқа, яғни ядролық қақтығыс деңгейіне дейін көтеріп жіберуі әбден мүмкін. Бұған еуропалық елдерде, Украинада басқаларда мүдделі емес. Сондықтан Украинаның ядролық дәл қазір бағдарламаны дербес қолға алуы бірінші кезекте Украинаның өзі үшін материалдық жағынан да, соғыс саласында да тиімсіз дей аламыз.
Осы Будапешт келісімі бойынша енді ядролық қарудан бірден жаңағы бас тартқан елдердің бірінің қатарында Қазақстан да кіреді, біз білеміз. Енді қазіргі әлемде ядролық қаруы бар елдерге ешкім тісі батпайды деген түсінік бар. Енді қазіргі шиеленіскен геосаяси жағдайда Назарбаевтың сол кездегі шешімін сіз қалай бағалайсыз бүгінде? Біріншіден, дұрыс айтасыз. Қазіргі жаһандық геосаясатта кезінде алпауыттар берген қауіпсіздік кепілдіктері мүлде іске аспайды. Яғни орындалмайды. Орындалмайтын біз Украина мысалынан анық көріп, біліп көзіміз жетіп отыр. 94 жылғы Будапешт келісімі. Қазақстанда Украина секілді сол уақытта өзіндегі ядролық арсеналды, әлемдегі алғашқы үштіктегі арсеналды қауіпсіздік кепілдігін ала отырып тапсырып берді, және бүгінгі Украина сол үшін өкініп отыр. Сол секілді Қазақстанда өзіндегі ядролық арсеналды, әлемдегі төртінші күшке қуатқа ие арсеналды Будапешт келісімінің негізінде қауіпсіздік кепілдігін ала отырып тапсырып берді. Әлбетте, бұл фактіге екі түрлі баға беруге болады. Біріншісі, бұл сол 90-шы жылдардың көзқарасымен берілетін баға. 90-шы жылдары Қазақстанның экономикалық әлеуметтік жағдайы қандай болды? Сол уақытпен бағалайтұғын болсақ, сол 90-шы жылдардың көзқарасымен баға беретұғын болсақ, бұл дұрыс шешім. Өйткені Қазақстан сол уақытта өзінің ядролық қаруларын тапсырып бере отырып, тәуелсіз мемлекет ретінде шекарасын нығайту үшін қауіпсіздік кепілдігін ала отырып, өзін әлемге бейбіт мемлекет, ядролық қарудан бас тартқан мемлекет, бейбіт сүйгіш мемлекет екенін дәріптей отырып, шетелдік инвесторларды елге тарту, сол арқылы елдің экономикалық фундаментін бекіту, елді аяққа тұрғызу дейтін мәселелер іске асты. Сол 90-шы жылдары экономикасы шатқаяқтап, халқының тұрмыстық әлеуметтік жағдайы әбден жаңағы талан-таражға түсіп, ілдалдалап күн көріп отқан Қазақстанның экономикасы үшін бұндай саяси жүрістер керек болды, және ол сол жүріс жасалды. Соның нәтижесінде бүгінгі таңда Қазақстан инвестициялық климаты, экоклиматы жағынан әлемдегі ең тартымды мемлекеттердің қатарында. Яғни әлемнің ақшалы алпауыттары Қазақстан секілді мемлекетке қорықпай келе алады. Инвест климат солай жасалды. 90-шы жылдардың бағасы осы. Ал бүгінгі таңда дейтұғын болсақ, бүгінгі таңда қате дей алмаймын, бірақ күмәнді мәселелер бар. Мысалы, оның жалғыз аспектісі, бірінші кезекте ұмытпауымыз керек. Кез келген ядролық қару, ол стратегиялық қару болсын, ол тактикалық ядролық қару болсын, бұл тежеуші күш. Бұл мемлекеттің ең сенімді қауіпсіздік кепілдігі. Қағаз жүзінде гегемондар берген кепілдік орындалмауы әбден мүмкін, орындалмайды да, ал ядролық тежеуші күш мемлекеттің қауіпсіздігінің бірден бір кепілі. Тұрақты әскері қару-жарағы мен халық секілді. Бұл тұрғыдан алғанда, бүгінгі таңда Қазақстанға сол ядролық қару керек пе еді? Өйткені ол Қазақстанның қауіпсіздігінің кепілдігі болатын еді деген сұрақ туындайды. Туындауы логикаға, заңға, қисынға әбден сай келеді. Нұргелді мырза, сіз жаңа айта кеттіңіз, Украина енді өзінің ядролық қаруын шығаруға қауқарлы деп. Қазір мен қоятын сұрақ ақымақтың сұрағы болуы мүмкін, бірақ мен қойғым келіп отыр. Қазақстан болашақта өзінің ядролық қаруын шығару мүмкін бе? Енді біз де уранға бай мемлекетпіз. Біріншіден, Қазақстан сирек металдар қоры жөнінен және осы ядролық бағдарламаға қажетті сирек металдар қоры жөнінен әлемдегі көшбасшы елдердің бірі. Алайда сол ядролық қару бізге нақты керек па бүгінгі таңда? Ол біздің мемлекеттік мүддемізге сай келе ма, келмей ма? Осы тұрғыдан ғана шешім қабылдаған дұрыс болады. Субъективті пікірім, дәл қазіргі біздегі қалыптасқан экономикалық экосистемада ядролық қаруға орын жоқ. Бірақ Украина секілді Қазақстанның да ядролық қару жасау потенциалы бар.
базасы бар, қоры бар, және оны жасап тұруға, және оны ұстап тұруға қажетті материалдық базасы бар. Ядролық қаруды иеленіп қана қою, оны жасап шығарып, оны қоймаға сақтап қоймайсыз ғой. Ядролық бағдарлама сондай, ядролық қаруы бар мемлекеттер оны ұстап тұру үшін жыл сайын $100 миллион шығындайды. Ядролық қаруды ұстап тұрудың құны сондай, жыл сайын $100 миллион кетеді. Дәл қазіргі уақытта Қазақстанның экономикалық әлеуеті соған мүмкіндік бере ма, бермей ме, оны бірінші кезекте экономистер аналитика жасау керек. Қазақстанның бүгінгі экономикалық ахуалы қандай, қоры қандай? Мысалы, бүгін шыққан ақпарат, Қазақстан да бар уран қоры әлі 60 жылға дейін жетеді деген ресми мәлімдеме. Иә, бізде сирек металдар қоры лайықты деңгейде бар, ал материалдық база оған қандай мүмкіндіктер береді деген сұрақ басы ашық сұрақтардың бірі. Айтыңызшы, бізде жалғыз Ресей, жалғыз ақш-та ядролық қару бар емес, сондай жаңағы 9 елде, одан бөлек бар, Солтүстік Корея, Пакистан, жаңағы Үндістан деген сияқты. Енді қазіргі әлемдік осындай бір шиеленіскен жағдайда ядролық соғыстың басталу қаупін қай елден көбірек күтуге болады? Қорытындай келе айтсаңыз, иә. Әлбетте, жалпы мына ядролық қару жалғыз Ресей мен жалғыз ақш-та ғана бар дей алмаймыз. Әлемнің жаңағы 8-9 мемлекетінде осы ядролық қару бар. Стратегиялық, тактикалық ядролық қарулар. Әлемде жаңағы 96 жылдардан бері іске асып келе жатқан Біріккен ұлттар ұйымының шеңберінде ядролық қаруды таратпау туралы келісім бар. Аталған келісімнің аясында әрекет етеді көптеген мемлекет, соның ішінде ақш-та, басқасы да. Біз білеміз, осы ядролық қаруды ядролық оқтұмсығы бар зымыран түрлерін, алыс қашықтыққа соққы жасайтын зымыран түрлерін таратпау туралы келісімге қосылмаған жалғыз мемлекет бар, шатаспасам. Содан шығып кеткен жалғыз мемлекет бар, бұл Солтүстік Корея. Ал Пәкістан, Үндістан, Израиль секілді мемлекеттер бұл келісімге кірген де жоқ, қалғандары кірген болу керек. Нақты Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне көз жүгіртіп қарайықшы, осы жерде бүйтеді. 96 жыл, 45 жылы жүргізген ең ақырғы рет ақш өзінің ядролық сынағын 45 жыл жүргізген. 96 жылы сол ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шартқа қосылған, қол қойған. Мұнан қараңыз, статистика. 45 жылдан 92 жылға дейінгі аралықта ақш 1032 мәрте ядролық сынақ жасапты. КСРО 49 жылдан 90 жылдарға дейінгі аралықта 715 мәрте ядролық сынақ жүргізген. Ұлыбритания 92 жылға, 91 жылға дейін 45 мәрте сынақ жүргізген. Франция 210 мәрте сынақ жүргізген. Қытай 45 рет, ал Үндістан 1 мәрте сынақ жүргізген. Ал осы 96 жылдан бері қарай 3 мемлекет ядролық сынақ жасапты. Үндістан 98 жылы 2 рет сынақ жасаған, Пәкістан 98 жылы 2 рет сынақ жасаған. Солтүстік Корея 2006-дан 2017 жылға дейін жалпы 6 рет ядролық сынақ жүргізген екен. Қалған мемлекеттер сынақ жүргізген жоқ. Бұл нені білдіреді? Бұл ядролық қақтығыс пен ядролық текетірестің ең негізгі ойыншылары ақш пен Ресей екендігін білдіреді. Әсіресе әлемдегі агрессорлық саясатымен, неоимпершілдік саясатымен әлемнен шет қақпай көріп отырған Ресейдің соңғы жылдардағы осы ядролық бопсаны күшейте түсуі, соңғы жүргізген сынақтар Ресейдің ядролық қаруды қолдануға өзгелерден көріп бейімдірек екендігін көрсетіп беріп отыр. Жақсы, Нұргелді мырза, бізге уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет.
Бүгін біз ядролық соғыс қаупі туралы жасақ бағдарламасында сөз қозғадық. Бүгінгі бейбіт күннің қадірін білей, келесі кездескенше амандықта болыңыздар. Әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс.